Сәлеметсіздер ме достар? Біз осы сабақта Қазақстан тарихы 3 бөлімін Қазақстан тоқырау кезеңінде 1965-85 жылдары өтеміз. 7 параграф 1965-85 жылдардағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы. Қолданатын терминдер: жоспарлы экономика КСРО-да және басқа да социалистік елдерде қолданылған экономикалық жүйені ұйымдастыру тәсілі. Шаруашылық есеп ол бізде жоспарлы экономикамен байланысты. Кәсіпорындарды шаруашылықты жоспарлы жүргізу әдісі. Ол өндірістің өнім өндіруде жұмсалатын шығындары мен нәтижелерін салыстыруға, шығындардың орнын өз табыстарының есебінен толтыруға және өндірістің тиімділігін қамтамасыз етуге негізделген. Мелиорация жерді жақсартуға бағытталған техникалық және шаруашылық ұйымдастырушылық шаралар жиынтығы. Қазақ КСР Компартиясының орталық комитетінің бірінші хатшысы 1964-86 жылдары Дінмұхамед Қонаев. КСРО-ны 18 жыл бойы 64 жылдан 82 жылға дейін Кокупта жоғары басшылық қызметте болды. КСРО-ны басқарған Леонид Брежнев. Леонид Брежнев пен Қонаев жақсы қарым-қатынаста болған. 1965-85 жылдардағы реформалар. 60 жылдардағы кеңес экономикасын барынша нығайтуға тырысқан ел басшылығы жаңа шаруашылық реформаларын жүргізе бастады. Бұл бір уақытта бірнеше саланы өнеркәсіп, құрылыс, ауыл шаруашылығын қамтыған, соғыстан кейінгі кезеңдегі экономиканы қайта ұйымдастырудағы ең ірі шаралар болды. 65 жылы өнеркәсіпті басқару жүйесіне өзгерістер енгізумен бірқатар мемлекеттік жоспарлау органдарын қайта құру жөнінде заң қабылдады. Өнеркәсіптің дамуы. 1960 жылы өнеркәсіп өнімдерінің жалпы көлемі 40 жылмен салыстырғанда 7,5 есеге, 65 жылы 12 есеге өсті. 1961 жылы 70 жылға дейін Қазақстандағы 1709 жаңа кәсіпорын жасады және сондай-ақ көпшілігі қайта жөндеуден өткізілген және жаңа техникамен жабдықталған нысандар іске қосылды. Бірақ республиканың экономикасы шикізаттық бағытта болғандықтан негізінен өндіруші салалар ғана дамыды. 65 жылғы реформалардың жағымды түйіні барлық жоспарлы көрсеткіштер іске асырылған 8-ші 5 жылдық болды. Алайда бұл реформа жартылай аяқталмаған. Реформаның кемшіліктері. Реформа бойынша республика шикізаттық бағытта ғана дамыды, ал басқа да жақтан Қазақстан экономикасы тежеп тұрды. Көп ресурстарды қолданып, одан аз өнім алатын экономика республикадағы шаруашылық барлық саласына тән құбылыс еді. Өнеркәсіпте ресурстарды шығындау, материал, металл басым болды да, оның экономикалық тиімділігі төмендеді. Мысалы, машина жасау саласына жұмсалатын артық шығын Қазақстанның болат құю өндірісінің жылдық көлемі 2,5 есеге асып тұр. Ал болат ол бізде бағалы металл болып саналады. Ресурсы мүлдем аз секторларда даму баяулады, өнім сапасы төмендеп, еңбек өнімділігі кеміді. Ауыл шаруашылығындағы жағдай. Ауыл шаруашылығы дамыды, бірақ та өзінің кемшіліктері болды. Ауыл шаруашылығы интенсивті дамуының орнына, яғни капиталистік өзінің жағымды жақтарының несінен бәрде КСРО қымбат тұратын шаралар жиірек қолданылды. Көптеген колхоздар мен совхоздар шығын есебінен жұмыс істеді. Ауыл шаруашылығының тиімділігі төмендеген басты себебі шаруаларды еңбек нәтижелерін айыру еді. 82 жылы қабылданған бағдарлама ауыл шаруашылығының өндірісінің кері кетуін тоқтата алмады. Осыған байланысты Кеңес одағы шетелдік астық өнімдерін көп мөлшерде сатып алуға көшті. Бұл әрине экономиканың кері дамуына әкеп соғады. Ауыл шаруашылығының дамуы. 70-80 жылдары ел басшылығының ауыл шаруашылығының материалдық техникалық базасын нығайту, интенсивтендіру, мамандандыру мен өндірісті шоғырландыру қарастырған кең көлемді шешімдер қабылдауымен ерекшеленді. Село мұқтаждарына бөлінген қаржы көлемі өсті.
71-80 жылдары республиканың ауыл шаруашылығына 18 миллиард сомнан астам күрделі қаржы жұмсалды. Осы кезде жер суландыру, мелиорация мен химияландыру көп қаржы бөлінді. Шаруашылық есеп. Совхоздар мен колхоздар 58 мың трактор, 42 мыңнан астам автокөлік, 41 мың комбайн, көптеген ауыл шаруашылық техникасы, 50,3 миллион тоннадан астам минералдық тыңайтқыштар алды. Ауылдың энергетикалық қуаты 14%-ға аса артты. 65-85 жылдары ірі қара мал басы 4,2 миллионға, яғни ол сиыр, қой мен ешкі 55 миллионға, шошқа 5,1 миллионға дейін азайды. 71-85 жылғы дейін Қазақ КСР жыл сайын одақтың қор 1 килограмм сомнан аспайтын 300 мың тонна ет өткізіп отырды. Негізде осы реформа жағымды да жағымсыз қасиеттері болды. Жағымды жағы, біз Қазақстанда, Қазақ КСР-де өнеркәсіп дамыды және шикізатты өндіре баса көбірек. Одан табыс таба бастады, бірақ төмен. Ал шаруашылыққа келсек, онда бізде қатты даму болмады. Мысалы, 1976 жылы республика ауыл шаруашылығы үшін қолайлы болды. Егін даладағы астық бітік шықты, жақсы. Астық жинау науқаны сапалы өткізу үшін механизаторлық өнеркәсіп орындары жұмсаларының мол күші жұмылдырды. Алайда ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру жалпы көлемі біртіндеп тежеле берді. Себебі осы шаруашылыққа төмен ақша берілді, және берілген ақша трактор, автокөлік, комбайнға берілген ақшалар аз болды, және мемлекет көмектесе де сол шаруашылыққа бәрібір негізгі проблемаға, мәселеге қарамады. Соның кесірінен шаруашылық бізде және өнім өндіру бізде төмен болды. Біз РКФСР Ресейге тәуелді болдық. Себебі біз барлық шикізат Ресейге, яғни Мәскеуге жібереміз. Ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алудағы мемлекеттің жоспарлау шаруаға үлкен кедергі келтірді. Бұл іс жүзінде барлық әдістер мен құралдарды қолданып жүзеге асырылған азық-түлік салғатынан бір көрінісі еді. Себебі әр адам, қарапайым КСР-дағы жұмыскер, ол нан сатып алу үшін оған карточка керек. Әр отбасыға 2 наннан артық берілмейді. Яғни экономиканың тұрақсыздығы да әсер етті. Осы сабақ бізде аяқталды. Назарларыңызға рахмет.